өнімдерді бастап іштім. Негізі ауырып келдім, өтінім деген кәдімгі присіп ұстады, арасын ұстап жүрді, ауырып жүрдім. Операцияға жіберіпті, операцияға бармай осы өнімдерді ішіп, осы өнімдердің нәтижесін көрдім. Осы өнімдер полностью Випро пакетін алдым. Үлкен пакетін алып, өзіміз іштік бастап. Жолдасым ішті, өзім іштім. Жолдасымда жировой гепатоз болды. Енді шын айтқанда денеміз полностью зашлакованный ғой. 25 жыл мен почти ауырдым. Больницаның аптеканың дәрісімен жүрдім. Сол бір жерімізді емдесе, екінші жерімізді құртты. Почкамызды да құртты. Осы мен қарасам, құдай қараса ауырмайтын адам сияқтымын, самом деле қарасам басымның аяғының ішін ауырам. Аяғымда варикоз да бар қазір жүргенде. Бүткіл күтте капиллялардың бәрі жарылды, ана жүректі 3 рет операция жасаған кезде. Оның бәрі деген енді өзімнің нем ғой, өмірлік сюрпризім ғой. Сосын деген айтайын дегенім, жаңа өтімдегі тасқа кеткен, байқамай қалдым даже кеткенімді. Тамақты құттай ішсем, кәдімгі тойып кеткен сияқты ісініп сөйтіп жүрдім. Батпай қалады да, сосын жүрегімді алып бір токсикоз сияқты тошнить етіп сөйтіп жүрдім. Неше түрлі деген, неше түрлі айтқан сайын неше түрлі қылып айта беремін ғой. Сол бір күндері деген байқамай қалдым, что менде тас кетіп қалғанын. Ішіп жүрдім, жолдасым бірінші барып деген жировой гепатоз болды, ол да байқамай қалды. Сол бір больницаға барып тексерілген кезде, ол 2 айдан кішкене асқан кезде барып тексерілді. Сонда тексерілген кезде ода бауыры тап-таза екен. Алдында негізі оған врач предупреждение жасап, сіз деген енді Шәке дейді, Шынтемір менің жолдасым атты. Шәке, сіз деген шамалы ниетіңіз шешіп, өз-өзіңіз ұстап, диета ұстаңызшы деп. Диетаға ер адамдарды білесіз, ұстамайды. Қанша беріп жатсам да, ұстап жатсам да ұстамайды. Ана етсіз менің асқазаным ауырады дейді, май жемесем дейді. Соны деген жейді, не деді, сол осы өнімдерден біз ПМ АМ іштік. Ішкеніміз бар болғаны, біздің ішкеніміз өше қызық болды. ПМді екеу, сосын АМді ұмытып кетеді. Мен күнде жұмысына кетіп жатқан кезде екеуін беріп жүрдім тек. Ішкені солай, кешкісін жатарда ПМ екеу, таңертеңгісін екеу АМнан. Соның өзінде тас кетті. Оның алдында біздер постоянно очищение жасап жүрдік. Мен алмайтын жерім жоқ. Естісем болды осындай продукцияларды алам, потому что көп ауыратын болғасын. Біздер магний іштік, оны алдында Ерсақтың да продукцияларын ішіп жүрдім, НЛ-дың да продукциясын ішіп жүрдім, Меренкелсі да іштім. В общем, Ченшиді да іштім, Хеппенсі да іштім, барлығын іштім, дүм жіберген жоқпын. Соның арқасында шығар, менде очищение болып, мына не дейсті тез бергені. Тасымыз кетті, өт тазарды. Сол өтін тазартқаннан кейін өзім барып тасын тексеріп көрейінші, неужели мен никогда кетіп қалған жоқ па екен деп сөйтіп ойлап бардым, не уверенно бардым.